Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге шоколадты печеньелардың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен керекті ингредиенттерді дайындап аламыз. Бұл жерде бізде какао, сұйық май, қант, ванильді қант, жұмыртқа, қосытқыш және де ұн. Алдымен қантымызды және какаомызды саламыз. Және үстіне ванильді қант саламыз. Және сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң жұмыртқамызды салып отырып, миксерлейміз. Ары қарай ұны мен қопсытқышты біріктіреміз. Және ситодан өткізіп, осы массамызға саламыз. Дайын болған массамыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді тестамызды осылай кішкентайлап алып, ұнға малып, және дөңгелектеп формасын келтіреміз. Противенде пергамент қағазын төсеп салып отырамыз. Мінекей печеньеларымыз осылай әдемі болып дайын болды. Енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы, құрамы өте қарапайым. Ас болсын.